5-ші сынып 2,3-тен 2 көбейтілген 32-ден 9 көбейтілген 5,3-тен 1. 513 есеп. Бұл жерде не істейміз? Біз аралас бөлшектерді көбейте алмаймыз. Аралас бөлшектерді біз міндетті түрде бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Түсінікті ме? Мынаны көбейту үшін бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Өйткені бүтін бөлігін біз көбейте алмаймыз. Түсінесіңдер ме? Сонда неше болатын ал менде? Қан, айтыңдар. 3-тен 8. Қайдан келді 8? 2 3-ке көбейтілді. Сосын ол 6 болды. 6-на 2 қостым, я? 8. Көбейтем. Мынаны бұлай ұзыннан жазып, жанына жаза берсем болады. 32 астында тұрма, бөлімінде бөліміне жазам. Көбейтем 32-ке. Үстіне көбейтем 9-ға. Потом көбейтем. Астын жазып қойайын. Асты 3 қой. 3. Мынау неше болады? 16. 16 болады. Енді қараймыз, қысқартатын сан бар ма? Желательно максимально қысқартамыз. Мынан ішінде 16 тұр міне. Мынау 16 мынан ішінде бар. Неше рет бар? 2 рет бар. Ең үлкен бірінші алып тастауымыз керек. Мынау 3 пен 3-ті көбейтсем неше болады? Бар ма 9? Міне. Желательно мынаны қалайсыздың, мынаны да солайсыз. Сонда мынау үшеуі қысқарды деген сөз. Мынаны қалайсыздың, мынаны да солайсыз. Мынау 2 бар ма? 4 рет бар, болды. Қараңдар, біз вообще көбейту жасаған жоқпыз. Асты мен үстінде бірдей көбейткіштерді сызып отырамыз. Сонда менде не қалды мына жерде? Астында 1 қалды, үстінде 4. Яғни алымында 4, бөлімінде 1. Мынау жазу не деген сөз? Мынау жазу не деген сөз? 4-ті 1-ге бөл деген сөз. Ал неше шығады 4-ті 1-ге бөлсеңде? 4-тің өзі шығады. Сонда мынадан 4 шығады екен. Түсіндік пе? Оңай ма? Болды.